Тұрсынбаров ана жігіт. Аты жөніңізді айтып. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Аты жөнім Асыл Дәркембайұлы. Менің айтайын дегенім жалпы Марғұлан Боранбай ағамыз туралы Facebook әлеуметтік желісінде өзінің посттарын жариялап тұратын ағамыз. Данат Намазбай бауырымызда өте өткір білімді жігіттер, орыс тілінде жазатын посттарын соның өзін қызығып оқып, талай қазақтың көзін ашты деп санаймын. Бұл кісілердің пікірі Ресейдің полигондарын, атом электростанциясын салдырмауға сондай пікірлерін білдіріп жүретін әлеуметтік желіде. Марғұлан Боранбай ағамыздың оқып жүріп осы Ватник, Мақтабас деген қандай ұғым екенін түсініп, көз ашылды деп айтсақ болады. Сол ағамыз 2-3 жыл бұрын жазып жүрген посттарын қазір оқысаңыз, сол прогноздарының бәрі іске асып жатыр. Победа весе дейді, Путиннің саясатын бәрін жазып отыратын ағамыз. Сол ағамыздың жазғанының бәрі қазір көріп отырсыздар. Ресейдің агрессиясына айналып дәл келіп жатыр сол прогноздардың бәрі. Ата-бабамыздың сөздерін еске алатын болсақ, Бұқар жыраудың өлеңі бар ғой: күнбатыстан бір дұшпан, ақырдан келер сол тұстан, өзі сары көзі көк, бастығының аты поп деген. Майқы би бабамыздың сөздері бар жаңағы. Шығыстағы көзі қысық, тісі қисық көршіден гөрі, теріскейдегі, солтүстіктегі көзі шегір, өзі жемір көршімізден ұрпағым зобалаңды көп көреді екен деп Майқы би бабамыз болжап кеткен екен. Соның бәрі дәл келді. Тілімізден айырылдық, дінімізден айырылдық. Әлі күнге шейін сол отар ел болғанымызды мойындай алмай жүрміз көбіміз. Мысалға бүгін ұлтшылдар жиналып жатырмыз дейді. Мұнда келген адамдарға, келген адамның санына мен көңілім толмай тұр. Мұнда 500 адамға лайық ғимарат, келіп отырғанымыз бір 20-30 адам. Мұндай қазақтың батырлары үшін кішкене көбірек белсендірек болу керек деп ойлаймын ұлтшылдарымыз. Одан кейін осы екі батырымызға арыз жазып отқан жәбірленушілердің арасында да өзіміздің қазақтың қара көздері бар. Солда намысқа тиеді. Олар білмейді өздерінің құл болып жүргендерін, отар ел болғанын, кімнің мүддесін қорғап жүргендерін түсінбей жүрген адамдар. Ондайлар өз арамызда да көп қазір. Ондай адамдар сатқын деп айтсақ та болады. Мысалға тағылып отырған айып 174-ші бап пен 179-ші бап дейді. Ешқандай ұлтаралық алауыздық қозған жоқ бұл жерде. Осы переворотқа ешкім дайындалған жоқ. Тек қана жазғандар әлеуметтік желіде жазған посттар үшін адамды соттай берсе, бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген қазақтың сөзі қайда қалды сонда? Сөз еркіндігі, сөз бостандығы деген қайда? Ешқандай қылмыстың құрамы жоқ болғанның өзінде сараптаманы да жасап отқан өзіміздің қара көз қазақтар, мен оқығам сараптамаларын. Ватник дегенді әлеуметтік топ қып танып отқан абсурд, бүкіл елге, дүние жүзіне күлкі болып отырмыз қазір. Сол ватниктардың қазір бүкіл әлемге жексұрын болып отқандарын, бүкіл әлемге қара бет болып отқандарын елдің бәрі көріп, бүкіл дүние қарсы болып отыр қазір. Санкциялар салып жатыр. Қара бет ел болып отқанын көріп отырмыз. Сондықтан да енді Мұхтар аға, сізге рахмет осындай жиналыс өткізгеніңізге. Осы жиналыста енді бір нақты бір жоспар құрсақ, бір шара, қандай шаралар, қазір апелляциялық сот өткеннен кейін келесі инстанция, жоғарғы сотқа қалай шағымданамыз ба, сол жақтарын ашып айтып берсеңіздер, сол бізде қолдан келгенше атсалысамыз, көмектесеміз. Өзіміздің әр қазағым жалғызым дейді ғой, өз батырларымызға осындай кезде демеушілік бермесек, ертең күні елдігімізге сын болады. Рахмет барлықтарыңызға, жиналғандарыңызға. Рахмет бауырым. Айтқан сөзінің жаны бар.